Сәлем баршаңызға, сіздер шебер перизат каналындасыздар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз шалбардың балағын қысқартатын боламыз. Оған дейін сіздер каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал егер ұнап жатса, лайктарыңызды аямаңыздар. Ең алдымен шалбарымыздың қысқартатын қанша сантиметр екендігін өлшеп алуымыз керек. Мен әрине бұны баламның үстінде киіп тұрған кезде өлшеп алдым. 6 сантиметрге қысқартуымыз керек екен. Енді біз жалпы 4 сантиметр етіп қырқып аламыз. Оң жағына осылай аударып, белінен екі шетіндегі сызығын туралап, шалбардың ұзындығын өлшеп алуымыз керек. Екі басын туралап аламыз осылай ең алдымен. Бұны біз белі арқылы түзететін боламыз. Біздің шалбарымыздың балағы бірдей екен. Енді бордың көмегімен осы арнайы тігінде қолданылатын өлшеп аламыз. 4 сантиметр өлшеп алдым. Бұл норма болып есептеледі. Ең алдымен бұл бірінші сызығымыз 6 сантиметр жалпы ұзындығы қайырылатын. Ал екінші сызығымыз, екінші сызған бұл біздегі қырқылуы керек болған сызық. Яғни біз қазір осындай екі параллельді сызықтар сызып аламыз. Алғашында тігіп жатқан кезде осылай барлығын түгел сызып алсаңыздар болады. Өйткені қайырған кезде екі балағы бірдей болып шығу үшін. Енді қайшының көмегімен астындағы сызықты кесіп алып тастаймыз. Мінекей бізде үстіңгі сызық қалды, ал астыңғы сызығын қиып тастаймыз. Енді осылай ішке қарай 2 немесе 1,5 сантиметрден ішке қарай қайырамыз. Сөйтіп тігіс жүргіземіз. Машинкамен тігетін кезде арнайы джинсиларда тігуге арналған осылай қалың жіптер бар. Бұл фурнитура сататын, тігін заттарын сататын жерлерде болады. Бұны біз шөлмек орнатамыз астына. Мен тігетін тек 2 балаға болғандықтан көп жіпті толтырған жоқпын. Азғантай сол өзіне жететіндей өлшеп алдым. Ал үстіне кәдімгі жіңішке өзіміздің күнделікті тігіп жүрген жібімізді сабақтасақ болады. Өйткені бұл шалбардың ішінде тұрады. Енді шалбарымызды өлшеп алған жерімізден ішке қарай 2-1,5 сантиметр мөлшерінде қайырып, осылай 2 рет қайырып тігіп шығамыз. Классикалық шалбарлар мен джинси шалбарлардың балағын қайыруда айырмашылықтар болады. Алла қаласа алдағы видеоларда оларды да көрсететін боламын. Жанындағы тігістерге келген кезде асықпай тіккен жөн, себебі инелеріңіз сынып кетуі мүмкін. Ол жердің тігісі өте қалың болады, асықпай өткіземіз. Артық жіптерін қиып тастадық. Мінекей біздің балағымыз дайын. Әдемі түзу болып шықты. Шалбар қысқарту өте оңай. Бұларды үйреніп алып, өздеріңіз балдардың, үйдегі ер адамдардың, өздеріңіздің киімдеріңізді дәл осылай қысқартып алсаңыздар болады.
әлде каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер, және де ең бірінші болып пайдалы видеоларды көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар.